Болат Моқышұлы, сіз кеше Тоқаевқа арнаған мәлімдемеңізде осы президенттік үміткер егерде мемлекет әлгі барьерлерді алып тастайтын болса, президенттік үміткер мықты бірнеше жігіттер бар дедіңіз. Көптеген сұрақ туындады, олар кім? Бізде Қазақстанда көп күшті, мықты азаматтар бар. Белгілі, танымал, білімді. Сол қасымда тұрған Рысбек Сәрсенбайұлы ағам өте мықты, күшті, адал адам. Ол да күресуге дайын. Рұқсат жоқ. Тағы айтсам, бір өте сыйлайтын адамдар Төлеген Жүкеев бар, сондай ағамыз бар. Өте мықты, таза, мықты жүретін, туры жүретін. Ораз Жандосов жолдасым. Біздің арамызда көп жақсы мықты қыздар бар. Гүлжан Ергалиевадан бастасан. 25 жылда күресіп жүр. Газетті басқарды қаша, телевидение басқарады. Сол айтатын айтады, істейтін істейді. Қарасақ, Зауреш Баталова да депутат болды, мықты депутат болатын. Айтатын айтады. Ешкімді қорықпай. Сол қанша бірге митингке жүрдік, қанша бірге сол оппозицияда болдық. Қарасақтағы Маржан Аспандиярова бар. Маржан да 25 жыл күресіп жүр. Ол да дайын, таза, адал, әділетті сайлау болса, Маржан да келіседі, қатысады. Сол достойный адамдар Қазақстанда көп, өте көп. Тағы бір мықты азамат бар. 25 жыл газетті басқаратын, күресетін, қорықпай, тура жүретін Ермуат Бапи. Ол да дайын. Бірақ онда да тек қана 3 жыл стаж бар, газетті социалист Қазақстан ба сол басқарды, бірақ ол ертең мемлекеттің қызметі болады ма? Белгісіз. Сондықтан көп дұрыс жақсы азаматтар бар Қазақстанда. Олар неге үміткер болмайды? Олар да достойный адамдар. Тағы айтсам, шетелде күресіп жүрген Акижан Кажегелдин бар, Галымжан Жакиянов бар, Мұхтар Аблязов бар. Олар да неге қатыспайды? Бүгін. Тағы айтсақ, Қазақстанда да көп жігіттер бар. Айтсақ, Арман Шораев бар, Мұхтар Тайжан бар. Тағы біраз жігіттер бар. Олар неге қатыспайды? Жастардан алсақ, Жанболат Мамай, дайын, таза, мықты азамат. Ол да күресуге дайын, әрқашанда. Сондықтан сол наузандар жол ашпайды. Сондай күшті халық ойлайтын азаматтарға, менің ойымша. Яғни сіздің айтуыңызша Тоқаев барьерлерді алып, әділ сайлау өту үшін халыққа таңдауға мүмкіндік беру керек. Ал мынау мүмкіндік бермейді дейсіз ғой. Иә, дұрыс. Мынау тек қана сол чиновник болды, чиновник. Сонда сен президентсің. А басқа адамдар не? Ол дискриминация. Бар ғой дискриминация, расовая дискриминация, национальная дискриминация, тіл мәселе дискриминация, көп дискриминация бар. Сол, мынау ол да бір дискриминация. Тек қана чиновниктар. А басқа адамдар не? 99% адам емес па Қазақстанда? Сол мәселе. Тағы қоссам да, жаңа айттық қой да, Маргулан Сейсенбай бар. Ол неге қатыспайды? Ол да мықты азамат, білімді, айтады, жасайды. Маргулан да дұрыс таза сайлау болса, мынау барьер алып таста, ол да дайын. Рысбек аға, егерде Қасым-Жомарт Тоқаев аяқ астынан жаңағы барьерлердің түгелін алып тастап, ұсыныңдар кандидатыңызды, сіз президенттікке түсуге дайынсыз ба? Егер Тоқаев өз еркімен бас тартса, онда менің түсуімнің қажеттілігі бола қоймайтын шығар. Қазір өздерін ұсынып жатқан үміткерлер бар, Уәлихан Қайсар, Жасарал Қуанышалин, тағы басқа. Ол адамдар да өздерін лайықты санайды. Демек, Қазақстанда президенттік сайлауға үміткер болып қатыса алатын, не болмаса қатысқысы келетін адамдар жеткілікті. Президент болу деген сөз ол халыққа қызмет ету, адал қызмет ету. Сол тұрғыдан алғанда халық өз таңдап болу керек. Қайсысы адал, қайсысы іскер, қайсысы ақылды, білімді қолынан келеді. Мен президентке үміткер болғысы келетін адамдардың бәрі бірдей соларға лайықты болмауы да мүмкін.
Не болмаса кейбір адамдар кейін ашылуы мүмкін. Мысалы, мына Украинаның президенті сияқты Зеленский. Ол адамына байланысты. Бірақ халық дұрыс таңдау жасай білсе, сенім артса, онда ол адам соған лайықты болады. Бізде қазір қандай да бір үміткер болмасын, осы жолға мына мүмкін Тоқаев әлі айта қойған жоқ, мен үміткер боламын деп. Сол Тоқаевпен бәсекелес болып түсетін адам қандай адам болуы керек? Егер түсу қажет болса, ол меніңше ең алдымен ары кеткенде 1 жыл, 2 жыл ғана президент қызметін атқаратын, Қырғызстандағы Отынбаеваның рөлін атқаратын, саяси өзгеріс жасап, президенттік биліктен парламенттік билік жүйесіне ауысуға заңдарды сәйкестендіретін, жаңа конституция жасап қабылдайтын, өтпелі кезеңде ғана президенті болу керек. Ал Тоқаевтың қазір қиялдап отырғандай 7 жылдық президенттікке бару, ол мүлдем басқа. Ол 7 жылдық деген сөз Тоқаев, немесе Тоқаевтың орнында кез келген адамды ертеңгі күні Назарбаевқа айландырып жібереді. Ұзақ уақыт мерзім президенттікте отырғаннан кейін ол адам бұзылады. Басқа елдердің бәрінде неге 4 жыл немесе 5 жылдық ауыспалы. Өйткені ол адам бұзылады, билікке қызығады, кеткісі келмейді. Одан кейін тағы да отыра берсін. Мына басқа елдердегі, ТМД елдерінен басқа сырттағы елдерді, диктатор президенттерді қарайықшы. Бәрі солай, бәрі биліктен ешқашан кеткісі келмегендер. Билікте ұзақ уақыт отырғаннан кейін ол диктаторға айналады. Сондықтан сондай болмас үшін бізде Бөкеңде үнемі айтып жүр, ондай жүйені қою керек та парламенттік басқаруға көшу керек. Осы кезеңге лайықты үміткер бар ма бізде? Осыны ойлауымыз керек. Одан кейін біз негізге жеке ойымыз, пікіріміз, бұл сайлауды өткізбеу керек. Бұл мына жаңағы кенеттен өтетін сайлау ғой. Кезектен тыс, кенеттен өтетін, кезектен тыс сайлау. Ондай ешқандай қажеттілік туып отырған жоқ. Тоқаев үшін ғана қажет болуы мүмкін. Ал басқа елдің жағдайында ондай сайлаудың түкке керегі жоқ. Оның үшін дәл қазіргі заңдарменен. Біз қазір Ақтөбеде болдық, Жаңаөзенде, бүгін Ақтаудамыз. Халықпен ақылдасып жүрміз, белсенділермен, елге жаны ашитын осы қоғам жағдай қалай болады дейтін. Пікірлері қалай, нені қалай, немесе кімді қалайды, мұны сайлауды қалай өткізуіміз керек. Біз осыны ақылдасып жүрміз. Ал енді күні кеше ғана белгілі болды, президент сайлауы қарашаның 20-сына белгіленді. Тоқаев тіпті жаңа кедергілерді алып тастағанның өзінде 2 ай жеткілікті ме оппозицияға дайындалып? Енді ол меніңше мүлдем жеткіліксіз, өйткені 120 мыңнан астам адамның қолын жинау керек, құжаттарын дайындау керек, жақтастарын дайындау керек, қаражат іздеу керек. Ешкім мұндай сайлауға бара қоямыз деп Тоқаев сияқты күні бұрын дайындалып жүрген жоқ. Қолдарында әкімшілік мүмкіндігі жоқ, ақпараттық мүмкіндігі жоқ. Сондықтан меніңше 2 ай мерзім ол аз болады ғой деймін бүкіл. Иә, 3-4 ай, жарты жыл керек. Барыбір барьер болмаса 2 айдың ішінде үлгере аламыз. Үлгересіздер. Иә. Дайынсыздар. Дайынбыз. Ал енді сіздердің кешегі мәлімдемелеріңіз, бүгінгі мәлімдемелеріңіз коалицияның арасында ішінде әртүрлі пікір тудырмай ма? Коалицияның атынан сөйлеп тұрсыздар ма, өз аттарыңыздан ба? Жоқ, Рекемен біз тек қана өзі жеке басымыздан сөйлеп жатырмыз. Партияның атынан бірақ ертең коалиция Алматыда жиналады, пікірлесеміз. Сол. Бірақ біз айтып жатырмыз. Анау барьерлер бар ғой, оларды Тоқаев алып тастасын. Сол равный. Әрбір адам шықса, әрбір адам көрдік қой, Головкин, Альварес. Міне, екеу шықты. Аяғы бос, қолы бос, басы. А Тоқаев айтады, шығындар қолын байлаймыз, аяғын байлаймыз, сондай поединок болады, төбелес. Дұрыс емес қой. Коалицияның атынан айтқанда, коалицияның бекіткен, келісілген үндеуіндегі жаңағы ұстанымдарды айтты. Ол ұстаным біріншіден кезектен тыс сайлау өткізуге қарсымыз, оны тоқтап тұру керек. Екіншіден сайлау туралы, партия туралы, жең бостандығы туралы заңдарды өзгерту керек. Конституцияға түзетулер енгізу керек. Сайлау комиссияларын бастан аяқ өзгерту, жаңалау керек. Содан кейін мына байқаушыларға мүмкіндік беретін
жағдай жасау керек, заңды реттеу керек. Бірақ оның ешқайсысына қарап жатқан жоқ, пікірмен санасып жатқан жоқ. Егер ондай шараларды қолға алмаса, әділетті таза сайлау өткізуге қазіргі президент жағдай туғызбаса, керісінше әрекет жасаса, онда ол адамның президенттікке үміткер болуға ешқандай да адамгершілік тұрғысынан да, саяси жағынан да хақысы жоқ деп айтуымыз керек. Біздің бұл мәлімдемеміз, бұл айтып отырған ұстанымымыз мына коалицияның ұстанымы. Ал енді алдағы уақытта нақтылы қалай шешімдер қабылданады, оны жаңа Бөкем айтып кетті ғой, коалиция мүшелері жиналып ақылдасамыз. Және біз мына аймақтардағы белсенділердің, саясатта жүрген елге жанашыр азаматтардың пікірлерін жинақтап, оларды ортаға салатын боламыз.